Урия Эдемова. Айдын кечеде. 1967 сенесі Қырымда біздің халық үшін вазиет бірден йымшады. Атта чоқ ерлерде, хусусан чөл бетлерде Қырым татарлар үшін үкімет тарафындан муаққат евчиклер құрылып башланды. Базы ерлерде евден юрып, қазақларға ве башқа милетлерге тезден мында Қырым татарлар қайтып кележеклер, имканлары олғанлар оларға вақтынча олса да мескен бере білелер деніле. Бойле эйі хабер сүргүнлікте бүтін вақыт ватанға қайтмақ үшін көрешкен халық арасында тез дарқады. Yolға чыққанлар чоқ олды. Ләкин етіштіріп келіп ерлешкенлер аз еділер. Вазиет бірден денішті, сертлешті, демір қапулар кене ортүлділер. Демек, мерkezде мемурлар арасында эйі фікірлі адамлар барлар. Ләкин ішнің кетішатына баққанда олар азлар. Олар не вақыт артар екенлер. Көзлері о күнде бірден берабер оқыған арқардашлары оңа мағзун алда бақып тұрған Ниязи асылылды. Юрегі чапаланып алды. Шымды оны көрсе таныр екен ма? Яо жевайырны. Ниязи шымды Қырымда яшай. Далғалы йылдамында келіп соқылмаған айыл олған. Амма анда екенini жевайыр білмей. Оның хужур бақышлары бар еді. Жевайырны көргенде чересі бірден қуванчылы елтырай, юрегінде не олса эпосыны айтажақ, төкежек адам кебі жоша, соңыра мағзумланайды. Бұл вақытта юрек сырлары теренлешелер, башы ашаға сарқа, Жевайыр оны сон кекере шу алында көрген еді. Жевайыр 8-ші сыныфны бітірбек көзіре. Сонки ана тілі имтианындан ғайет қошнут черейлі шықты. Оның әтрафында топланған тәлебелерге сақ елінің 5 бармағыны açып көстерді, көзлеріні юмып, теренден нефес алды. Соңра өзіні тышқа атты. О имтианларға дайма бірінші олып кіре, бірінші чықа. Бұл әлбетте ялныз өз күчіне зияде ишанғаны үшін дегіл. Имтиандан кім қорқмай? Әдеті өлі, қапы түбінде жанланып отырмаға селбей. Бір күн Ниязи имтиан одасының қапысы түбінде тұрғанда, оның янына Жевайыр барды. Қыз оны теляшлы көргені үшін, білмеген суаллері бар ма деп сұрады. Ниязи омызларыны сықты, күлімсіреді. Шымды китапны açып, анги мевзусыны оқысам оқыйым, оларны өмірімде бірінші кере көрген кебі олам деді. Жевайыр мектепнің кені жазбарына шыққанынан кімсеге құлақ асмай қаршыдаки чешмеге чапты. Анда елеріні бетіні юды, салқынланды. Оңа бірден азачы қавлақта чешменің янашындасы кімдір бақып тұрған кебі келді. Ояққа бақты. Көзлері Ниязинің шен көзлерінен тоқыштылар. Егітнің янақлары алландылар. Жевайыр өзінің күде өлі олғаныны дойды. Бетіні да әдемі чешмеде салқын сумен юғанына бақмадан, янақларына бибер сүрткен кебі янмақта еділер. Ниязи Жевайырның ағасы Джаферның яқын досты. Бір-бірлеріні яқшы білелер. Балаларынан топлашып, даға, фындық, бик фындығы, ақла, аджа алма, қызылчық жеймаға барғанда, Ниязи дайыма достарының янында олайды. Джафернен екісі тереке чықып ақлапқа қалыр. Жевайыр есе ашағыда олар қаққан ақлапларыны жия. Патырдап төкілі еткен ақлаплар оның башына, арқасына ұрылалар. Ақлапларының патырдысына қызының шақылдысы қошыла. Евге қайтқанда, оларының торбалары еркесінінкінден қабар қола. Бойле вақытларда Ниязинен екісінің көзлеріне тесадуфен бірі-біріне раскеле, екісі де күлімсірей ве екене оз ішлерінен межгүл ола еділер. Бір күн олар дағда қызылчық жиып жүргенде, Джафернің ұзақлашып қайдадыр йоқ олып кеткенini дұйған Ниязи қызның янына чапып келді. Сық-сық нефес алып бір шейлер айтмақ істеді. Бұл вақыт біраз авлақтан Джафер оларны чағырып сызғырғаны ешітілді. Екісі де бірден абдырадылар, соңра бірі-біріне бақып күліштілер. Сепетчіклеріні алып Джаферге таба чапып кеттілер. Юқары сыныфларының тәлебелері биология өжепчесінің тешебүсінен чечек жеймақ үшін дағдаке аланлыққа бардылар. Джаферның асылдырышы бар еді, о себептен евде қалды.
Ниязи эп Жабайырнын янында доланды. Чоқ ерлерде талебелер тыгдага тырмаштылар, оғланлар кызларга ярдым еттилер. Ниязи ничундыр Жабайырге ярдым этмеги чекинди, кенарда айланып жүрдү. Де бiri ярдым этти, де дигери. Ниязи оларга тосат тикленип бака, ләкин бир шей айтып боламай. Тарсыкка, ачуулана, кызара, ләкин индемей. Не айы түйлеге якын олар кені шаланлыкка чыктылар. Орталык бембейаз. Сага, солга, кайда баксан пападие, гуя бүтүн дүния бейаз чаршавка бурунген. Чоқ кечмеден кызларнын башында чемберлер пейда болду. Жабайырнын башында бир шей жок. Кестане реңкли сачлары дагынык. Элинде эки учдане саплары узун этип копарылган пападие ве башка чечеклер. Демеки егитлер оңа чембер япып бердилер, кыз алмады. Көз каясындан Ниязиге бакты. Янына уч кыз келди, Жабайырге бир шейлер айтып күлүштүлөр. Огланлар аз ачык кенарга чекилдилер. Ниязи бир карарга келгенки болду, 5-6 пападие копарып алды, кимсеге бакмай, догру Жабайырнын янына барды. Жабайыр бак буларны насыл дүлберлер, саңа кетирдим, деди эйжанлы, ләкин кати сеснен. Жабайыр башыны көтерди, башта каршысында турган Ниязиге соңра этрафына бакынды. Эпосы болмаса да чокусунун диккаты оларда экенин дуйду. Кыз атеш ичине калган ки болду, сен не япасың демек истеди, ләкин индемеди. Огланын элиндеки чечеклерни алды. Ялныс онун дегил, буалны көзетип турганлар, асаби синирлери тартышып, эл аяклары катып калган киби болгон эди. Жабайырнын бейаз ачык чивитли киби көрүнген эля көзлерине бакаркен, Ниязи бирден өзүнө сербест эсетти. Юткунуп алды. Кызга сак бол демек истеди, ләкин агызындан башка сөзлөр чыкты. Жабайыр сенин көзлөрүң пек дүлбер экен. Мен оларны шымды эследим, деди калтырап угдабушнен. Оглан андан соң башка сөзлөрдү айттымы, жокму, кыз билмей. Ondan sonra da ne olganını hatırlavdan aciz. Dağdan köyge nasıl düştüler. Bu vakit ona kimler yardım etti. Eki oğlan kayda gayip olup ketti. Kızlar öz aralarında neler dediler. Bunu ocapçı bildi mi? Dostları Caferge aytsalar kardeşine ne der? Жабайыр өзү bu suallerinin hiçbirine cevap berip olamadı. Heyecanlana, acizlene. Lakin bütün bularla beraber yüreğinin töründe nasıldır? Hoşnutluk hissettiğiydi. Bu vakadan sonra kız Niyazi'ge көрүнүүдөн kaçındı. Karşı-karşıga rast kelgende ise başını kenarga burup keçeydi. Kızını көргенде Niyazi'nin gözleri şengleне, ateşleне, lakin Жабайыр ters çevirilgende kalbi keder içinde kalaydı. Böyle etip yürseler de, mектепте kızlarının tillerinde olarının sevgisi destan oldu, divarlarda kayda baksan Жабайыр plus Niyazi деген yazılar közlerini türtmekte devam etti. Vakit geçti, bu vakıyalarının hepsini unutkan gibi oldu, Niyazi'ge gülümsürep baka başladı. Жабайыр, imtihanlardan kurtuldun hayırlayım, dedi ona Niyazi bir defa kuvançlı seslen. Sağ ol, men belesem seninkileri deyindi bite yazdı. Niyazi başını tersine kalktı. Men olarının bitkenini istemeyim. İmkanı olsa men bu mektepte kalıp seninle beraber okumaga razı olur edim. Жабайырнын bedenini hafif yel sıypap geçken ki boldu. Vücudu kaltıradı, ne içindir derhal mektep azbarına koz etti. Azbar içinde kimnendir lakırdı etip oturgan Cafer yalkıtıp olarga baktı. Yavaştan ayak maşinasına mindi, dostunun etrafında bir daire yasadı, çıkıp ketти. Hujur şey dep tushundu Жабайыр. Bütün vakit meni nezaret altında tutkan, yanıma bir oğlanı yakınlaştırmagan agama şimdi ne oldu? Lakin o Жабайырнын tushungeni gibi yalnız şimdi degil. Aslında bu işke öz münasebetini duydurmak istemey. Kızlarının fısıldısını çok kereler işitti, divarlardaki yazılarını da kordu. Lakin kızga Niyazi'nin koruşunu laf etmekni yasak etmedi. Cafer'nin hareketini yalnız Жабайыр degil, Niyazi de gözetip turaydı.
О капыдан чыгып кеткенинен еңгил нефес алды. Тегес мухкем тишлери йылтырап алдылар. Кыз күлүмсүреді. Өз дуйгусун Ниязикиге ачыктан ачык билдирмек истесе, сенин тишлериң пек дүлбер экен дереді. Жевайыр. Егет бірден узанып, кызынын элине абучлары ичине алды, аз ачык сыкты. Унун элleri калтырамакта эди. Мен дайыма сениннен берабер олмак. Мени эсир эткен көзлериңе, дүлбер череңе бакып турмак истейм. Ичимде жаным бар экен, сени кимсеге бермем менин Жевайырым. О аз ачык эгилип, атешлі дудакларыны ири абучлары ичине көмүлген элинин инжечик пармакларына басты. Sevgi бакчасында эки кенч үчүн олган биринчи ве соңки Корушов. Бу манзара Жевайырнын тасаввурунда арт-артына чекилди, кою думан ичине сиңип, жок болуп кетти. Жевайыр элбетте анда барыр. О көйдө булунган көйдөшлөрүнүн айтканларына көрө мектептин бинасы али йыкылмаган. О кене мектеп. Лякин анда энди башка несил, башка милlet балалары окумакта. Ечишме тура экенми? Итимал о да турадыр, эвелкиси кеби чаглап акадыр. Суу да ойле татлы ве салкындыр. Табиат денише биле, я инсанлар. Ах, инсанлар. Мурекепиш, вакыт оларга япа жагыны япа, кече кете. Мектеп вечешме бар, өз жерлеринде турадыр. Лякин Ниязинин Жевайырнын о бактылы девири жок. Жевайыр хаялынен кене ойерлерде доланды. Мектептин артында сыранен узун селбелер бар эди. Талебелер тенефусте оларнын түбүндө 4 көшө топ ойнайдылар. Оюнларда Жафер ве Ниязинен бир сыныфта окуган Казим деген оглан дайыма ана башы ола турганлар. Ах терек, кок терек, бизден сизге ким керек? Жевайырнын кулаклары түбүндө кыз баланын жам кеби коруу чатлак сеси яңгырады. Оңа каба сагыр сес кошулду. Шахане Жевайыр керек. Казим Жевайырге чоң керелер мектуп жазды, лякин ич бирине жавап алмады. Көрүшкен вакытларында эсе ондан не үчүн жавап бермесин деп биле сурамайды. Күлүмсүрөп кызынын көзлөрү ичине бака бере турган. Ниязинин экисинин sevgisi ашкаре болгон соңра мектуплеринин арды кесилди. Лякин Жевайырны кайда көрсе, кулакларына ажы кызара сусуп кечеди. Казим 10 сыныфта окуганда кышта апансыздан өлдү. Жевайыр шубясыз анда да барыр. Анда мусульман мезарлыгы узаны барып рус мезарлыгынын бирлеше. Уларны бири-биринден тар топурак жолчук айырып тура. Бу мезарлыклар женк вактында зияде кеңишледилер. Мезарлыкларнын юкары маале тарафында акыяр чарпышмаларында элек олган жүзлернен аскерлер ве деңизчилер дефн олунду. Ашагыда мусульман мезарлыгынын дебамында офицерлер. Улар да чоң эдилер. Эписи жаш кишилер. Жевайырнын көзлөрү огунде ири кара мермер үстүндө элинде түфеги огге ынтылган аскер пайда болду. Бу абиде оларнын капулары огунден да көрүнсө керек. Байдар гайет дүлбер манзаралы ер. Ялта беттен келип Байдар капысындан вадиге кирилген соңра огунде буюк кой пайда боло. Байдар капысынын о бир тарафында эсе Кара деңизнин бүтүн дүлберлиги ачыла. Деңиз далгалана, далгалар увулдап, ялыга чапкыла соңра артка чекилип, текрар каяга урунуп, көккө сачырайлар. Кой бетке кечсең, жешилlikке көмүлесиң. Дагылар, орманлар, каялар, кырлар. Дегирмен дере көпүрө. Акшам болса,
Койнун огланлары, кызлары почта жолу бойлап кезине, дегирмен дере көпүрү бетке кете турганлар. Шу дагылар этегиндеки койчукте адамлар озун жесине бактылуу жашай эдилер. Кадынлар бутун күн тарлаларда чалышып, yorulup келген кожаларыны, огул же кызларыны темиз одалар ичинде кабыл этмеге тырышып чапа чапкалай, эр-ерини сыпыре, сүрте, акшамлык аш бакалар. Сыгырны сагалар, сут бешерелер. Орталыкка караңгылык чөке, эвлерде чыраклар яна, куранталар акшамлык ашка отуралар. Шойлы күнлердин биринде Коранта 5 ода бойлап кеткен узун бекеныш, жамлы, ачык көк боялы, электрик ярыгындан күндүз кебе ярыклатылган софа ичинде, маса башында экенде, акшамлык емеги вактында ананы, Алимени, тыштан буюк оглу Жафер чагырды. Ана чапып чыкты. Жафернен Жевайыр эвлеринин сол тарафында булунган куyu башында индемейип, сускан алда туралар. Куюдан тазе чекилген суу купка ичинде чайкалып турмакта. Жафернин аяк машинасы кенарда таш корага даяндырылган. Хайрула балам, кайда эдиңиз? Деди ана Жаферге муражаат этип. Дегирмендереге кезинип чыккан эдик. Жафер деме анасыны чыгып келген софага бакты. Ана бу жерден өзүңүз жашаган эвни, софаны сейреткен вактыңыз олдуму? Деп сурады гамлы сеснен. Ана бу сөзлеринин манасыны аңлап буламады. Ким билсин ону деген кеби омузларыны кысты. Не үчүн сурайсың деген кеби оглуна диккатинен бакты. Сиз оякка, о дүлберликке бакыңыз. Жакшы бакыңыз. Ана назарыны ярык софага чевирди. Караңгылык ичине көмүлгөн азбарда андан айдыңлык сачылмакта эди. Софанын кою тарафында булунган Олеандранын путаклары табанга токунайым деп туралар. Ешил япраклар арасындан гүлгүлүү чечеклер яш бактылуу келинчиклеринин тебесимин аңдыралар. Бүтүн софа бойлап чекилген бейаз, чивитленген ве нишасаланган перделер артындаки балалар эфсаневи дүйнөдө жанлы барлыгы кеби көрүнелер. Кичкене Алие отурган скемлесинден тайып жерге тушты, азбарга чыгажак болду. Бабасы ону токтатты, кучагына алып озунун жерине отуртtu. Оңа бир шейлер аңлатты. Соңра озу сет үстүнө барып отурду. Аякларыны бири-бири үстүнө качылады. Эки элини эки тарафка дивар ястыклары үстүнө узатты, тереңден нефес алды. Соңра газет окуп башлады. Ора атланмакта. Ратлансын. Иштен yorulup келди. Бу эвни олар эвленгенлеринин 2-жылы куруп башладылар. Тапканын, тапажагын мында сарф эткен алда, иштен соңра яры кежелерге жеозуди чалышты. Арабанен таш ташыды. Балабан ве мермер кеби бияз пычма ташлар. 5 жыл тан юкусу не экенин билмеди. Умурунун эң гүзел чагларыны Кейф Сефанин Кара деңизде ювунуп ялдап дегилди, бу эвни курувда кыйналып кечирди. Семимли кожасыны бутун бакыт агыр иште көрген Алиме ажына оңа жардым этмек истеби өз жесине жардымны япады эди. Лякин бу жардым онун бурнундан чыкты. Яш Корантанын биринчи чечеги Жафернин агасы бу ярык дүйнөнү көрмектен махрум калды. Бу дүлбер бинанын диварларына Алим эле Алименин тери де, каны да катылды. Алименин көзлери өз-өзлүгүндөн оларынын эвине капа каршы турган эң якын комшусу ве досту Сундус ве Шайыпнын Фатименин ашымлеринин эвлерине тушты. Олардаки ярыклары үлкүн. Сундуснун эви бүгүн шаматалы, мында жыйын бар. Кызлары Необер шээрге окумага кетежек. Капы огундеги эскемчек тереги даларыны эр тарафка яйдырган, эвни корчалаган сакчы кеби турмакта. Бутаклары арасындан софа ичиндеки кызлар яшлар көрүнө. Жафернен Жевайыр бу акшам анда давет алынган эдилер. Кечке калсалар да баражаклар. Сундус ве Шайып ага Алимелеринин эң якын достору.
Ашымағанын еві сукунетти, гуя юқы сұрамақта. О бұйымны құру бітіргенже қач түрлі хасталық чекті. Ни чаржа адам, ләкин юрегі атешірі, талапкар. Бір кере ағыр таш көтергенінден олса керек, чалышып отырған ерінде içinden бір ағыры тұтқан, сесі седа кетті. Бүтін мали халқы аяққа қалықты. Ақярдан екім кетірілді, табиб де бақты. Сонundan тынып қалды. Екім не дегенini білмейлер, табиб ағыр іштен көбегі түшкен деді. Шайпаға есе сөз сырасы келгенде, бұл евлерінің деварларында бізім 10 yıllık өміріміз бар. Оларға маңлай теріміз сіңді әліме қардашым дей тұрған. Я Бибула аға, бұл енді баяғы яштаки адам. Финлерінен олған жінкте ағыр яраланып келді. Ярым адам. Қабырғасының түбінде дайыма шынгенлік ақып тұра. Бұңа бақмадан осмыр оғыларыны чалыштырды, ев құрды. Алимелерінен ян-янаша қомшылар, бір құйудан су ичелер. Ев дүлбер оғылым, епісі дүлбер, ләкин олар неліклерінен көтерілді. Ана, бұл дүлберлікні бізден чекіп алмақ, өзімізні де құл етмек істейлер. Ана оғылына бұдан асыл шей деген кебі шашқын назарлар бұрақты. Кімлер алмақ істейлер, деді алчақ сеснен. Алман аскерлері. Сен не айтасың оғылым, мен бір шей аңламайым. Дженк башыланы жақана. Дженк? Ана susты. Оның чересіне япрақларының көлгесі түшті. Кевдесі аз ачық ашағы егілген кебі болды. Қач күнлерден берлі анавы дивардаки қара қазан қапағы репродуктор Алмания или мұқавелеміз бар. Дженк олмай жақ деп окурмекте, деді ана алчақ сеснен. Джевайыр ғамла алда көкіз кечірді. Валяның досты айтты. Оның бабасы арби адам олғаныны білесіңізді.